Масленица православиялық оразаның алдында орын алатын христиан дінінің ұлы мерекесі, және ол қыстың соңғы күндерінде аталып өтіледі. Халық осы күндері қыспен қоштасып, келе жатқан көктемнің жылы күндеріне қуанады. Ең басты қызығы ол құймақ, өйткені ол күннің нышаны болып табылады. Каждый день масленицы. Масленицаның әрбір күнінің мағыналық түсінігі бар. Бірінші күні дүйсенбі кездесу күні, яғни масленицаны қарсы алып, қонақтармен кездесу күні. Сейсенбі қалыңдықтарды қарсы алады. Жаңа үйленгендер өздері таңдаған сұлуын жұртқа көрсетеді. Сәрсенбі күні лакомка күні деп аталынады. Бұл күні қалағанынша тәттілер жеуге болады. Ал бейсенбі күні ойын күлкі күні. Халық далаға шығып төбелес салттарын ұйымдастырған. Балалар болса ән айтып жүріп, әр адамнан құймақ алады. Оның үстіне атпен серуендеу осы күннің басты әдет ғұрпы, және ол бүгінгі күнге дейін сақталып келеді. Жұма күні енелердің күні, оларды үйге шақырып құймақпен қарсы алады. Ал сенбі күні жас келіншек өзінің күйеуінің жақындарын үйіне шақырады. Масленицаның соңғы күні кешірім күні деп аталынады. Осы күні барлық ренжіскен адамдар бір-бірінен кешірім сұрасады. Наш Казахстан – это многонациональная страна. Мы гордимся тем, что живем в Казахстане. У нас очень много друзей казахов. Поэтому мы были рады, когда вот на телефон пришло нам поздравление. Масленица, көтте болсын. А мы им отвечаем, берге болсын. Мерекенің шарықтау шегі жексенбіде тұлыпты жауы болып есептеледі. Яғни халық қыспен қоштасып көктемді қарсы алады. Екібастұзда бұл шара ақпанның 18 күні сағат 15:00-де өнер қалалық мәдениет орталығының алаңында өтеді деп жоспарланған.